Ұлттық арнада ашық алаң. Студияда Мақсат Толықбай. Сараймақ, қызылаймақ, жасылаймақ деп өңірлерді жіктеуші енді адамдарды да көк, сары, қызыл деп түске бөлей бастадық. Ашық мобильді қосымшасы жаппай еліміз бойынша қолданысқа енгізіліп жатыр. Телефонға әлі көшіріп үлгермеген болсаңыз көрермен, алдағы уақытта ешқандай қоғамдық орынға кіре алмай қалуыңыз да мүмкін. Бұл жүйе қалай жұмыс істейді? Ішіндегі жеке деректеріміз қаншалықты қорғалған? Жалпы бұл ашық мобильді қосымшасы вирустың таралуынан қорғай ма? Сұрақ көп. Жауабын ашық алаңнан іздейік. Армысыздар. Патша көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон номеріне хабарласыңыздар. Не болмаса, WhatsApp әлеуметтік желісіне жазсаңыздар болады. Тақырыпқа ой қосайық, ат салсайық дегім келеді. Құрметті спикерлер, баршаңызға қош келіңіздер дейміз. Алдымен еліміздегі дәл қазіргі эпидахуалға бір көз жүгіртіп өтсек, экранға шығарыңыздаршы. Мінекей былтырғы жылдың басынан бері коронавирус жұқтырғандардың саны еліміз бойынша 353 мыңнан асыпты. Өкінішке қарай көз жұмғандардың саны 4017 адам дейді. Мінекей коронавирус деген белгісі бар пневмониядан ауырғандардың саны 53884 адам, жазылып шыққандар 52516 дейді. Енді өткен тәулікте коронавирус бізде 2089 адамнан анықталды. Жалпы өзі соңғы бір айдың статистикасына қарасаңыздар, тәулігіне ауырып жатқандардың саны 2000-нан әлі азайған жоқ. Сондықтан жағдай әлі де алаңдатарлық, дегенмен енді былтырғы жылдың басымен салыстыруға келмейді. Көп нәрсе қазір шектеуді алып тастадық қой, енді жеңілдетіп жатырмыз. Онсыз да бәленбай мыңдаған адам жұмыссыз, экономика, талай кәсіпкерлер, кәсіпорындар онсыз да шатқа аяқтап тұр. Енді бұл ашық мобильді қосымшасы жандандырудың бір амалы сияқты болып көрінеді. Жалпы енді көрерменге түсіндіріп өтсеңіздер, бұл қосымшаның артықшылығы не? Қандай көмек бере алады? Кімнен бастаймыз? Айтыңыз. Өте дұрыс айтып жатсыздар. Себебі пандемия басталғалы бері көптеген кәсіпкерлер жабылды, жұмыс істей алмады. Сол үшін біз жаңағы атамекенмен қосылып, осы әлем бойынша қандай жобалар бар, көрейік, қалай ашсақ болады екен, қалай көмектессек болады екен деген сұраққа жауап іздеп қарадық. Расында да көптеген елдерде осындай жобалар бар екен. Жаңағы біріншіден осы ашық жобасы, қосымшасы, бұл толықтай осы пандемияны жоят деген қосымша емес. Ол денсаулық сақтау министрлігіне көмектесетін жоба. Яғни ауырып тұрған кісілер осы ауырмай тұрған азаматтарға кіріп, жаңағы мысалы кафе болсын, басқа бизнес өкілдері болсын, ол жерге кіріп жұқтырмасын, осы жұқтыруды кішкене тоқтатайық деген мақсат үшін жасалған жоба. Қазіргі мысалы нақты кішкене статистикам бар еді, соны айтып кетсем. Мысалы 1 400 000 адам қазір жаңағы жобаны жүктеп алды. 1 400 000. 1 400 000. Осы істеп жатқан уақыттың өзінде 2286 адам жаңағы қызыл статуста нақты ауырып тұрған кісілер, бірақ кафеге кіргісі келді. Оны тоқтаттық. 1686 адам жаңағы сары статуста болған. Олар яғни жақын байланыста болған ауырып тұрған кісілермен. Бірақ сонда да үйде отырмай жаңағыдай бизнес өкілдеріне кіргісі келді. Ал енді сол бір ауырып тұрған адам қасында отқан жақын үстелдерде қанша адам жұқтырады деген сұраққа жауап беретін болсақ, осы ашық жобасы өте керек жоба деп сенемін. Осы цифрлардың өзіне қарағанда. Яғни қасында отырған адам шынымен біз білмейміз ғой. Бұл жұқтырды ма, емделіп жүр ма, әлде сол жұқтырған адаммен байланыста болды ма деген сияқты, ол сұраудың өзі енді ыңғайсыз ғой адами тұрғыдан. Ол жағдан әрине көмегі бар. Кәсіпкерлер Қуанышбек мырза қалай қабылдап жатыр? Қазіргі уақытта кәсіпкерлердің көбісі болғанда енді барлық дерім. Қазіргі келетін сандарға келетін болсақ, жобада 5891 кәсіпкер қосылып, өзінің кәсіпорындарында ашық QR кодтарын орналастырылған және жұмыс істеп жатыр. Осының арқасында көптеген басында болған шектеулердің бәрі... Астана бойынша айтып отырсыз ба? Жоқ, бұл 5891 Қазақстан бойынша. Қазақстан бойынша айтып отырсыз ба? Аз емес па? Неге аз? Бұл жабық тұрған кәсіпкерді ғой. Бұрында
бұл ашықтың енгізуге дейінгі қал жағдайға келетін болсақ, 9.000-нан астам кәсіпкерлердің түрлері жабық тұрған. Мысалы, компьютерлік клубтар, бильярд, боулинг дегендер, ол бір жыл бойы жұмыс істемеген кәсіпкерлер. Солар ашылып жатыр қазір. 9.000-ның ішінде олардың осы 60-70%-ке дейін қазір біз уже аштық бәрін. Шектеусіз жұмыс істеп жатыр. Өзінің клиенттеріне осы өзінің кәсіпорынның ішінде сондай қауіпсіз жағдай жасап жатыр адамдарға. Енді кәсіпкерлерге адамдар саны көп болғаны деген жақсы ғой. Ақша ұлғая береді, табысы үлкейіп жатыр. Сондықтан енді кәсіпкерлердің бәрі бұған деген тек оң сондай баға беріп жатыр. Мысалы, ресторан, кафеларды алатын болсақ, осы жақынға дейін олардың жұмыс уақыты сағат 7-тен кешкі 8-ге дейін болатын. Кейбір жерлерде жасыл аймаққа өткенде 10-ға дейін істеуге рұқсат беретін. Қазіргі уақытта олар сағат түнгі 2-ге дейін істейді. Сіз білесіздер, бұл кәсіптің түрі сағат 8-ден бастап, кешкі 1-2-ге дейін ең басты табысын табатын сондай кәсіптің түрі. Сондықтан енді барлық кәсіпкерлер қазіргі уақытта бұл ашық жобасын оң ретінде баға беріп, және де үлкен сондай өзінің алғысын білдіріп жатыр. Жақсы. Енді біз көріп отырған көрермендердің арасынан бәлкім бұл шалғайдағы елді мекендерге жетпеуі де мүмкін. Бірақ енді ірі мегаполистерде, енді Астанада да өзіміз көріп жүрміз. Қазір қайда өзі мейрамхана, кафеге, караоке қайда бармасаң да ашық мобильді қосымшасын талап етеді. Әрқайсымыз смартфонға көшіріп алғанбыз. Сондықтан енді жетпеген болса, 1-2 аптаның көлемінде сіздерге де жетеді, дайын жүріңіздер дегенім ғой. Енді бұл жерде статус, мәртебе беріледі адамға. Көк, сары, жасыл, қызыл деген сияқты. Осы нені білдіреді? Экранға анықтамасын шығарыңыздаршы. Мен ендеше бір-екеуін оқып берейін. Мысал үшін сары түс дейді. Вирус анықталған науқаспен байланыста болған азаматтарға беріледі. Ондай адамның қасындағы сары түсті 14 күн сақталады дейді. Көк түс коронавирусты анықтайтын ПЦР тест тапсырмаған және науқастармен байланыста болмаған азаматтарға беріледі дейді. Ондай азаматтар ашық орнатылған барлық нысанға кіре алады. Қысқасы, көк түс пен жасыл түстегілер барлық нысанға кіре бере алады. Дұрыс айтасыз. Енді осы жерде бір заңды сұрақ туындайды. Сен қызыл түс па, сары түс па, оның бір-ақ қана анықтаудың жолы бар. Сен ауырып жүрсеңде ПЦР тест тапсырдың ба? Коронавирус жұқтырдың деген дәлелдесе ғана бірден базаға енгізіледі. Ал енді көп азаматтар бар ғой, ауырса да ешқандай ПЦР тест тапсырмай, үйінде жатуы мүмкін, біздің арамызда жүруі мүмкін. Бірақ оған көк түс, барлық қоғамдық орынның есігі ашық. Солай ғой, анығын айтқанда шынығын. Тек қана ПЦР тесттің нәтижесі. Бұл жерде қосып кететін нәрсе, енді студияға келген әріптестеріміз айтып жатыр, осыншама адам ұялы телефонына сол бағдарламаны жүктеді деп. Осынша кәсіпкер ашылды осының арқасында деп. Заң тұрғысынан сұрасақ, ол адамдарды өз еркімен ашты ма кәсіптерін? Мәжбүр болды ма? Осы адамдар амал жоқтан ұялы телефонға жүктеді ма? Өз еркімен етті ма? Құқық тұрғысынан сұрақ туындайды қоғамда. Оны біз көптеген әлеуметтік желілерде комментарийлерден де көріп жатыр, халықтың көзін. Сондықтан да бұлай кекілжің айтсам да кешірім сұраймын. Ашық деген біреудің ертең кафеге, тойға барғанда жабық болып жүрмесін. Ол бір нәрсе. Екінші, дұрыс айтасыздар. Екінші мәртебе, мен кеше өзім бала шағама жаңа қаладағы бір пиццериядан алайын деп көрсеттім. Сұрақ туындап жатыр. Бағдарламаның енді әбден жүйеге жүктелген түрінде ол мені жасыл көрсету керек. Екі түрлі 21 күн салып жарнамалай қойын, вакцинаны қабылдадым. Бірақ менің дәрежемді көк қылып көрсетті. Ол да сұрақ туындайды, білгенге, білмегенге де. Ол мәселелер қалай шешіледі? Одан кейін жаңағы дұрыс айтасыз, Мақсым мырза, мен жарайды қабылдадым, ПЦР жасадым, үйде отырған пенде шыққысы келеді, 1 метр жерде билеп кафеде жүрген адамнан мен қабылдап тағы екінші мәрте жұқтырып келу мүмкін. Сондықтан да бұл жерде қоғамдық бәрі жабылып, жұмыла көтерген жүк жеңіл санал түрде жұмыс жасау керек. Екінші жағдай, ол жаңағы ашықты мәжбүрлеудің тағы бір басқа жолдар бар, баламалы. Мысалы, кішкене айта кетейін осы жерде, ұялы телефон, көшедегі камера, подъезде тұрған бейне бақылау, бәрі біз оны тілейік, тілемейік, таңнан кешке шейін бақылау жүйесі кірді. Ол искусственно жасанды интеллект. Сондықтан біреулер айту мүмкін, бұл керек емес деп. Ол керек емес болса, сіз күніне онда 20-30 рет смартфонға түсіп, қай жерде жүргеніңізді лайк сұрауды қойыңыз. Өздері көрсетіп отырады да, мынандай жүйе керек емес дейді. Сондықтан мен
екі ортадағы бір баламалы нені айтып отыр. Бұл керек те, керек емес те нәрсе. Бірақ керек болса саналы түрде кіру керек. Екінші жағынан мана наразы болып жатқандар осындай әдеттерін қою керек. Біз 21 ғасырға кіргеннен кейін әрбір жүрісіміз, әрбір тұрысымыз, әрбір күніміз бейне бақылаудың астында. Қылмыскерлерді қалай ұстайды? 1 сағаттың ішінде сол бейне камера қарап отырып, қайда жүргенін ұстайды. Екінші мәселе атамекен өкілін айтқым келетін кафе. Егер де ол 2-ге дейін жасайды, зал дейтін оның 350 адам болса, неге 50 адамға шектейміз? Жасай берсін 2-ге шейін. Арасында 1,5-2 метр қашықтық болса, біз тілейміз ғой кәсіпкердің табыс тапқан. Онда сол жерге 350-дің 240 адам кірсін. Бірақ арасы ашық болсын. Мен сізбен толықтай келісемін, бірақ бұл біздің жасап жатқан шектеу емес. Ұсыныс берейік. Ол Сол ұсыныстар қазір сараймақ, қызаймақ деп табыс керек қой кәсіпкерлерге. Біраз отырып қалды. Бұл енді санитардың бекітетін қаулысы бойынша қаулысы сол кісілерге сұрақ қойып, біз ол әрқашанда апта сайын атамекеннің жасалған осы пікірлері арқасында осы 2 сағат 2-ге дейін жасалды, және де 50 адамға дейін көбейтілді орын саны. Бұрында 30-ға дейін болады, не 30%-қа дейін білесіздер оны. Екінші сұрағыңызға айтып кетейін деген мына вакцина туралы. Вакцина туралы сіз білесіздер, біздің денсаулық сақтау министріміздің айтуы бойынша 1 маусымға дейін тапсырма берді. Осы ашық қосымшасының ішінде вакцина алған адамдар жасыл мәртебе алу керек деп. Және де осы сұрақты осы жақында өткен біздің вице-министріміз, цифровизациялық даму вице-министріміздің айтуы бойынша бұл жұмыс басталды. 2 апта мүмкін осы келешектегі айдың ішінде осы функционал енгізілуі мүмкін. Әзірге вакцинаның 2 бірдей компонентін алған жағдайда әзірге көрсетілмейді бұл. Қазір көрсетілмейді. Онда оған осыны біріктірсе. Біріктіреді. Әзірше жасыл мәртебе алған адам жоқ Қазақстанда. Қазіргі уақытта жасыл мәртебе шынымен мен ешкімнен көрген жоқпын. Жоқ, жасыл мәртебе бар. 3 күннің ішінде көп қана көрсетіп тұрады көбінде. ПТР тестті тапсырып 3 күннің ішінде өзіңізді тексеретін болсаңыз, сіз жасыл мәртебе. Яғни 3 күн тұра ма ол? Иә, 3 күн тұра, 72 сағат. Ол заң бойынша. Бірақ енді көк алдымен жасыл алдымен екі жақ бірдей ғой енді. Шектеулер бар. Ал вакцина алған адам, осылай біздің пысықтауымыз, ойымыз бойынша 1 жылдың ішінде жасыл мәртебеге ие болады. Мына әріптесіміз қолдайтын шығар да, солай ғой? Қазіргі уақытта енді толығымен нүктесі қойылмаған, бірақ солай айтып жатыр. Сонымен қоса сіздің бірінші сұрағыңызға да жауап беріп кетейін. Осы кіріп атқан азаматтарды жаңағыда айтып жатсыздар, жүктеуге міндетті қылып жатыр. Жоқ, мысалы егер бір азаматтар жоқ, мен жүктегім келмейді, бірақ кіргім келіп жатыр дейтін болса, оған біз қосымшаны дұрыстадық. Режим охранника деген режим қосылды. Күзет режимі. Яғни, ол қалай сонда? Сіз кафеге келген кезде, мысалы, қосымшаны жүктемейін дейтін болсаңыз, өзіңіз куәлігіңізді бересіздер. Жаңағы күзетшілер иінмен өздері тексереді да. Қандай? Яғни өзінің телефон арқылы тексере алады. Иә, өздерін. Администратордың телефонында сол камераны, біздің куәлікте штрих-код бар ғой, соған камераны не салғанда, ол автоматтық түрде оқылады да. Мәртебесін береді. Бүйтіп басып тұрмайды, уақытты алмайды да. Күзетші алады да, скрин жасап жаңағыдай өткізіп жібереді. Жақсы. Тағы бір ремарк. Куәлік. Біз байқамаймыз ба? Жайлап, нақты қоғамға бақылау. Бір ақсақал жазды маған. Ертең мал қорамада куәлікпен шығатын боларым дейді. Мысалы деймін. Ал қазір қараңыздар, негізгі заңды қарасақ, ондай сұрақтарда көбейін. Бүкіл жеке дедегіміз енді куәлігіміздегі жеке сәйкесі нөмірін жазып береміз. Біздің жеке деректер қаншалықты қорғалған деген сияқты ғой. Хабарымыз жалғастырамыз. Бізге тікелей эфирге хабарласқан көрермен бар екен. Бір қоңырау тыңдап алсақ. Қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Сәлеметсіз, иә, эфирдесіз. Айта беріңіз сұрағыңыз. Мен 7 күні коронавирусқа тест тапсырып положительно шықты. Содан кейін мен сенбей, өзім өткен менде ешқандай симптом болған жоқ. Қайтадан тест тапсырып едім, өкпемді түсірді, менде отрицательно шықты. Сосын маған айтты, сіз тағы 5 күннен кейін может тапсырып көресіз деді. Мен одан кейін 2 тест тапсырдым, екеуінде де отрицательно. Енді мен 20-сы шетелге ұшуым керек, енді менде красный болып тұр, аэропортқа кіргізбей тұр. Енді не істеуге болады? Сіз айтып тіркеп тастадық, біз оны алып таста алмаймыз деді, ошибка болып тұр, сондай дейді. Жақсы, бір рет тапсырдым дейді, иә. Жаңа
оң нәтиже берген ғой птр тест. Ертеңінде қайдан тапсырдым, теріс нәтиже дейді. 5 күн өткеннен кейін тағы да тапсырдым, теріс нәтиже, 2 рет тапсырдым дейді. Бірақ әлгі ортақ базада әлі мен қызыл түсті болып тұрмын. Мен басқа жаққа жол жүруім керек дейді, енді ұша алмай отырмын дейді. Жаңармайды дейді мысалы үшін уақытында. Жоқ, ол қалай жұмыс жасалады? Мысалы, кейбір адамдар жаңағы шыққысы келген соң басқа жерге барып тапсыра береді. Мүмкін оның, мысалы, қарасаңыз, басқа да амалдары бар. Мысалы, мұрындарына бір нәрсе себет, барады да, жаңағыдай көк шықса екен, жасыл шықса екен деген жаңағы енді сондай бір тәсілдер істейді да. Бірақ оны егер эпидемиолог мырзалар қарайды да, 2-3 рет, 2-3 күнде қатар жаңағыдай осылай тапсырып атқан кісілерді алады да, олар қарайды. Содан соң бізге соңғы нақты жауаптарын айтады. Оқу ақшқа кетуім керек деп жатыр. Жоқ, бізге соңғы статусты жаңағы эпидемиологтар береді. Мен сіз түсіндім, осыны айналып өтудің ішінде жолы бар ма? Тамақ бұрынға бірдеңе себеп. Әрине. Бір күнде 2 рет тапсырып, екеуі 2 нәтиже көрсететіндей. Әртүрлі, смотря қандай не тапсырды ол. Егер мысалы бірінші рет ПТР-ді тапсырған кезде шыққан болса, значит организмде вирус бар оның. Вирус бар болғаннан кейін көрсетті ғой. Вирус жоқ болса, ондай ешқандай реакция болмайды, көрсетпеді ғой. Яғни бірінші рет көрсетті ма, екінші рет ол мүмкін азайғаннан кейін көрсетпеген жағдайлар болған шығар. Немесе басқа да дезинфекциялық неше түрлі жағдайлар бар, соның барлығын қолданғаннан кейін көрсетпеген шығар. Ол бірінші рет тексергеннен кейін көрсетті ма, одан кейін оның уже несі бол керек. ПТР-дің қателесуі мүмкін ба? Енді ол жерде бізде қате туралы ешқандай информация жоқ, қателесті деген. Қазіргі жағдайда тек қана ПТР арқылы ғана көрсетіліп жатыр ғой. Сонда жасыл, қызылдың барлығы ПТР арқылы ғана көрсетіліп отыр. Сондықтан, егер бір рет қызыл көрсетті ма, онда оның өзінің 14 күндік несі бар. Әріптесіме қосылуға болады ма? Біз енді осы қалалық акиматта штабтамыз ғой. Сол қалалық дәрігердің айтуы бойынша, бас дәрігердің айтуы бойынша, көптеген адамдар ПЦР тестті тапсырып, вирус бар деп нәтиже алғаннан кейін, неше түрлі сумен, дезинфекциямен тамағын тазалайды да, содан кейін бәрін жандырып жібереді екен да, осындай нелермен, диагноздармен тағы да больницаға келеді екен. Сонда осындай адам жасап жүрген, ПЦР тестті алдаймын деп жүрген адамдар саны бар екен. Соны көресіз ба, сонда жаңағы бізбен хабарласқан көрерменнің мүмкін жағдай солай шығар. Мен өзім куә болған оқиға осы ең басында аэропортта бізге енгізген кезде, ашық сілтемесін, Алматыға ұшатын бір келіншек келді, ол кісінің қолында отрицательный ПЦР тесті болды. Бірақ ол кеше тапсырғам деді. Ал оған 4 күн бұрын ауру шешесінің қасында, коронавируспен ауыратын шешесінің қасында байланыста болып, ол кісіде барып тапсырғанда, ол кезде коронавирус бар деген нәтиже бар екен. Енді Астанаға ұшуға мәжбүр болғаннан кейін ұшып келген. Біз ол кісінің ПЦР тестін тексергенде, егов мобильный деген не бар бізде, қосымша бар. Соған кіріп өзінің цифрлық куәліктерінде қарасаңыз, сол жерде осы қазіргі уақытта заңды сіздің ПЦР тестіңіз шығады. Соңғы. Да, ол сол заңды ПЦР тестке қарағанда ол кісіде нәтижесі оң болып тұр. Сонда көрдіңіз бе, адамдар сонда алдауға да барады екен. Мысалға мен айтайыншы. Мен 11 күні Астанадан Ақтауға ұштым. Ақтауға ұшқан кезде осы Астанадан тексерді, жаңағы QR код арқылы. Сосын маған бәрі жақсы деп өтіңіз деді, өттім. 12 күні Ақтаудан Астанаға ұшып келдім. Сол кезде самолетте бір адамның жағдайы нашарлады. Сосын мен үйге келгеннен кейін қорқтым. Енді білмейміз ғой, ол жерде қаншама адам бар. ПЦР тесті тапсырсақ та, мен ол жерде тапсырған жоқпын. Мен ешқандай вакцинация алған жоқпын әлі де. Көбінесе көкіректе баласы бар аналарға салмай жатыр ғой. Содан кейін де біз алғамыз жоқпыз, соған байланысты. Енді осы ашық деген предложенияларыңыз қаншалықты бізге пайдалы, мысалы. Жаңағы тексерді, жіберді, бәрі норма деп жіберді. Енді келетін кезде жаңағы бір келе жатқан адамның жағдайы нашарлап кетті. Шынымен қорқатын жағдай, мысалы. Ешқандай кепілігі жоқ бұлай қарасаң. Ешқандай кепілігі жоқ. Қаншалықты пайдалы, мысалы. Өте дұрыс айтып жатыр. Бір минут айта салайын. Мысалы, осы біз әуежайға бастадық қой, енгізіп Нұр-Сұлтан қаласында. Осы күнге дейін
азақ уақыт өтті, соның өзінде 39 адам ауырып тұрған қызыл статустағы адамдарды кіргізбедік. Және 36 байланыста болған сары статустағы адамдарды кіргізбедік. Мысалы, мен өзім бір ұшатын болсам, қасында жанұям бар. Мысалы, мен де қорқам. Сізді өте дұрыс айтып жатсыз. Сондықтан біз жаңағы 39 адамды ұстағанымызға қуанып отырық. Олар, мысалы, сол 39 адам қаншама адамды қасында ауыртып алар еді. Көрдіңіз бе, сол үшін 39 адам аэропорттан, әуежайдан, әуежайда Енді қараңыздар, торап-торап Қазақстанда жол. Оңтүстіктен автобуспен адамдар бір тәулік отыр, иық тіресіп. Пойызда, купеде, кішкентай жерде 4 адам тамақ ішіп отыр. 2 сутка Алматыдан Атырауға да, мысалы. Олардың жағдайын кім қарап отыр? дұрыс айтасыз. Вокзалда ашық жоқ. Өте дұрыс. Енді Біз оны тек қазір 36-ны, ол бөшкедегі бір тамшыны ұстап, анықтадық дейміз. Ал ана тарату жолы 1 минутта 4 адамды да? Бір адам. Сіз дұрыс айтып отырсыз, Дастан мырза. Әрине, ашық мобильдік қосымшасы вокзалдарға, әуежайға да қойылғаны дұрыс қой. Бірақ нағыз халықтың өпірі қайда? Ол қоғамдық көлік автобустың ішінде, күнделікті. Ана ішінде интереске де адам ауа жетпейді, не істейді? Ана маскаларын түсіріп қой төменгі. Әдет қалып. Біз күнде ұшақпен ұшпаймыз, күнде пойызбен жүрмейміз деген сияқты ғой. Бұл логика қайда шынымен? Қоғамдық көліктерге неге орнатпасқа? Жоқ, бір жағынан ойласаңыздар, мұны ашықтың ашылғанына қандай қуанышты жағдай бұл. Өйткені ашық ғылыми техниканың дамып жатқан кезі қазір, тем более мына коронавирус бүкіл әлем онымен күресіп жатыр, өте қуаныштымын сол ашық программасын ашып, хотя бы қазіргі жағдайда бірінші ретте аэропорттан ұстап жатыр, әлі де ол ары қарай дамиды, әлі басқа жерлерде, басқа түрлерінде және басқа да техникаларды, жаңа технологиялардың барлығын әлі де енгізу керек. Мына географиялық информациялық система дейтіне әр неде районда қаншалықты жасыл жанады, қызыл жанады, осының барлығы өте жетістік. Соның мысалы, егер ол ашық жоқ болса, біз сол неде ұстай алар ма едік? Әзірше хотя бы сонша адам ұстадық, оны қазір мынаның қажетіне ана жерде жоқ деп өйтіп қажеті жоқ, өйткені әлі де ол дамиды. Белгілі деңгейде көмегі бар дейсіз ғой. Эпидемиолог оны растайтын шығар. Мына бұқаралық ақпараттан алынған ақпарат, қараңыз, бір тәуліктің ішінде ауру адам, ковидпен ауыратын адам, бірден 4 адамға дейін ауруды жұқтырады екен. Бір айдың ішінде жүретін болса, 400-ге дейін асады екен бұл қалып. Сонда көрдіңіз ба, бір самолеттің ішінде ауру адам кіретін болса, ол самолеттің бүкіл ауырып шықпайды ма сонда? Қандай оңды жағдай бізде? Енді осы ашық жасап шыққан жобаның авторларының айтуынша, бұндай құрылғылар тек бізде емес, оңтүстік Корея дейді, Сингапур, Кипр, Түркия, біраз елдерде қолданылып жатыр дейді. Біз осы сәтті пайдаланып, тікелей эфирде скайп арқылы Стамбул қаласынан Мадина Шенкая есімді блогер деп жазыпты. Ханыммен байланысқа шығып көрсе, қосыңыздаршы бізді. Мадина ханым, қайырлы кеш. Дауысым естіліп тұр ма сізге? Саламатсыз ба? Енді эфир тыңдап отырған шығарсыздар. Біз енді қазір ашық мобильдік қосымшасы айтып жатырмыз. Қазір кафе, ресторанға барсаң да QR код талап етеді. Сіздерде қалай? Бар ма осындай қосымшалар? Әрине бар, бізде де HES-код деп аталады ол. HES-кодсыз қазір ресторанға да кіре алмайсың, общественный транспортты қолдана алмайсың, торговый центрге бара алмайсың. Барлық жерде талап етеді. Иә. Халықтың реакциясы қалай болып жатыр? Бір сенімсіздік білдіріп жатқандар бар ма? Ертең біздің ішіндегі жеке мәліметтеріміз деген 80 миллион адам тұрады. Оның жартысы, конечно, қарсы болды, жартысы жарайды деді. Бірақ ешкімді далада маскасыз көрмеймін мен. Қашан шықсам бәрі маскамен жүреді, бәрі қорқады. Өйткені бізді қазір 3 аптаға жауып қойды, бүгіннен бастап ашық қылды. Бірақ сағат кешкі 9-ға дейін. Суббота, воскресенье күні вообще шыға алмаймыз. Только магазинге ғана шыға аламыз. 9-дан кейін кешкі будний дни шыға алмаймыз. Үлкен штраф төленеді. Сондай жағдай. Бүгін енді сәлде осы карантин жұмыстары деп жатыр. Яғни көптеген ресторан, кафелер әлде жауық сіздерде демалыс күндері, иә? Иә, демалыс күндері жабық. Бүгіннен бастап жайлап ашылып жатыр. 3 апта кафелер жұмыс істеген жоқ, ресторандар жұмыс істеген жоқ. Только сервис арқылы, үйіне апарып беретін арқылы жұмыс істеді. Мысалы, өзімізде турфирмамыз бар, бізде жабылдық. Отырмыз 3 апта. Енді бүгіннен бастап ашылды жайлап. Осындай қатаң шектеулерді халықтың өзі қалай қабылдап жатыр?
Енді көбісі қарсы, өйткені уже 1,5 жылдай болып қалды ғой, не жұмыстар тұрып қалды. Кафе, ресторандар дұрыс жұмыс істей алмай жатыр. Турфирмалардың жартысы уже жабылып қалды. Бәрі қымбаттап жатыр. Қарсы болғандар да бар, шаршағандар да көп, шаршадық болды, жетеді, ашыңдар. Бізде адамбыз, бізде неге туристерге болады қыдыруға, бізге болмайды деп өзіміздің түріктер осы жерде тұрып жүрген, олар қарсы болып жатыр. Мысалы, туристер келген кезде оларға қыдыруға болады да, оларға запрет жоқ. Ал осы жақта тұрып жатқан адамдарға Мадина ханым, жаңа сұрақты мен қайталап сұрайыншы, мен сізді түсінбей қалдым. Мына автобус қоғамдық көліктерде орнатылған ба, мына мобильді қосымша? Ол, сіз карточкамен қолданасыз ғой. Сол карточканы алғаннан кейін хэс-кодты соған загружать етесіз. И сөйтіп бәрі жақта төлеген кезде ол хэс-код көрініп тұрады. Тамаша. Жақсы, түсінікті. Енді соңғы сұрақ. Вакцинация қалай жүріп жатыр? Вакцинасы, мысалы, менің енем де жасады вакцина, китайский вакцинаны Қытайдан алып келген. Күйеуім де жасады. Ешкім қарсы емес. Бәрі жасағысы келеді, бірақ бұл жақта очередьпен. Мысалы, Қазақстанда істеген адам жасай алады деп естідім, білмеймін, дұрыс па, дұрыс емес па. Сіздерде кезек күтесіздер, яғни? Біз очередь күтеміз. Мен неге күйеуім очередьге тез келді, өйткені оның хронический несі бар да, болезнь. Сондай бар, сол үшін оған тез келді очередьде. Очередьпен алады бәрін. Жақсы, уақытыңыз бөліп сұхбат бергеніңізге рахметімізді айтамыз. Енді көрдіңіздер ғой, бізде кезек күтесің дейді. Кеше Францияда оқып жатқан докторантпен осы тікелей эфирге қосылдық. Бізде ашық мобильді қосымшасы бар. Сіздерде қалай десем, мақсат бізде 1 жыл болды, барлығы жауық тұр, бізге керегі жоқ дейді. Талай нәрсеге тәуба деп жатырмыз қазір. Енді кезекке тұрады, тіпті ақшаның өзіне таба алмай жатыр. Біз әлі де болса сенімсіздік бар, енді аспаннан вирус шашып жүр деген еліміз ғой енді. Бізде енді білесіздер ғой, болашақта біздің осы ашық бағдарлама, ашық қосымшасын, осы тәжірибені ертеңгі шетелдік елдер бізден алатынына менде сондай сенім бар да. Өйткені білесіздер ғой, хейтерлардың айтып жатқаны бойынша бізде Қазақстанда ең басында ешкім біздікі жақсы деп айтпайды, оны жамандайды да, сосын ол шетелге барғаннан кейін жақсы болып шығады. Ондай бізде енді тарихта бар ғой, білесіздер. Сондықтан болашақта ашық сілтемесі ертеңгі сол Францияға бір жаққа барып жұлдызы шығатын шығар деп ойлаймыз. Осы жерде бір қосып жіберейін, қоғамдық құбылыс пен заңдық норманың қарама қайшылығы. Өте күрделі нәрсе, қараңыздар. Қоғамда Бақытгүл ханым ресми... Сіз заңгерсіз ба? Иә. Мен де заңгермін, онда заң бойынша сөйлесейіксіз бе? Мінекей қараңыз, бұл кісі айтады. Енді жай қарапайым халық көріп отқасын, қарты күрделендірмей, түсінікті тілмен айтуға тырысайық. Бұл ресми теледидардан айтады. Мен осындай Бақытгүл ханым Минздравта істеймін, осында сіздерге керек қабылдаңыз дейді. Аты жөні көрініп тұр, лауазымы көрініп тұр. Қай мекемеден сөйлеп тұрған? Әлеуметтік желіде аудио жүреді. Ай, қыздар қабылдамаңдар. Жігіттер, намыс қайда? Бізді улап жатыр дейді. Кім айтып жатқан білмейміз. Бірақ халық соған ереді. Соған ереді де менің құқығым дейді. Ал енді негізгі заңды қарайтын болсақ, опять манағы айналып келгенде 25. Ешкімді ешқандай жағдайда кемсітуге болмайды. Әлеуметтік тұрғыдан немесе мәртебесінен. Бұл ашық бізге мәртебе береді. Қызыл, жасыл, көк да. Сол сияқты сұрайық. Бұл алалау кемсіту дейді. 14-ші бапта жазылған ғой, Конституцияда кемсітуге құқы жоқ деген сияқты. Менің хақым дейді. Ал олармен қалай етеміз? Оның да хақы бар ғой. Енді көп сұрақ елдер, жеке деректер қаншалықты сақталған дейді. Енді мен қазір бір елден тығылып, караоке басқа бір жерге де бару мүмкін, бірақ ашықты қосқаннан кейін QR бірде белгілі болды ғой мен қайда жүргенім. Осы мәліметтер қаншалықты қорғалған деген сұрақ қой елде. Ертең тарап кетпей ме дейді, ертең тарап кетпей ме? Бұл сұраққа нақты жауап берейік. Мен айтқым келіп жатыр, ешқандай деректер ешқай жаққа кетпейді. Оны біздің министрда шығып айтқан. Уайымдамаңыздар, бұл толығымен біздің ұлттық оператор бар, Аунит деген. Сол ұлттық операторда бүткіл біздің базаларымыз сақталады. Ол өте қауіпті және ешқандай да қауіпсіздік. Сонымен қатар ашық жобасы, сілтемесі, бұл өзі ешқандай ақпарат өзінде сақтамайды. Біз осы ашықты бастаған кезде нақты солай жұмысты бастаған болатынбыз. Ол денсаулық сақтау министрлігінен, мысалы, QR-кодты қашан сканерлейсіз, сол моментте
денсаулық сақтау министрлігіне барады да сұрайды, осы кісі ауырып тұр ма жоқ па, болды. Денсаулық сақтау министрлігінен тек жауап келеді, ауырып тұр, ауырып тұрған жоқ, болды. И ашық жобасы сізге жаңағыдай жауабын береді. Және де беретінде. ешқандай ақпарат өзінде сақтамайды. Ол тек автоматты түрде жауабын береді да қоя қояды. Осы жерде біз енді тұрғындардың да пікірін сұрастырып көрген едік, сауалнама жүргізіп. Экран қарайықшы. Ашық мобильді қосымшасын қолданып көрдіңіз ба? Жоқ. QR кодпен кіру. Қолданбады. Жалпы негізі ондай қиын ештеңесі жоқ, қолдануға болады. Қолданып көрген жоқпын әлі. Как обычно кіріп жүрміз. Ештеңе сұрап жүрген жоқ. Білмеймін балам, біз пенсионерміз, қайдан білеміз. Негізі ол дұрыс емес, потому что барлық данныйлар жазылады, біз білмейміз ол данныйлар қайда баратынын. Вот не знаю, өйткені енді қазір бәрі кіріп жатыр, тонаматыр бірдеңе деп айтып жатыр ғой. Істемей қала береді, жұмыс істемей қала береді. Телефон иін жазайын десең жазылмай қалады. Көп ыңғайсыздықтар туғызып жатыр ол, ашық. Қараңыз, сіз біз ол жерге барып, былай не тапсырмаймыз ғой, анализ ештеңе, просто иін жазамыз, олар біздің иініміз арқылы білмейді ғой, вируспен ауырып жатық па, ауырып жатыр емес па. Бәрі осы қоршаған ортада жүрміз. Контингент бар ғой, не істейміз осылар? Әртүрлі пікірлер көріп отырсыздар ғой, Енді кейде сұрақ. Мен бір мейрамханаға бардым, жаңа мейрамхананың иесі қосымшаны тексермей кіргізіп жіберуі мүмкін, ана кезекті азайтайын деп. Артан бір тексеру болып, мен қызыл түсті екен анықталып жататын болса, ол кәсіпкерге қандай да бір қарастырылған жаза жауапкершілікке тартыла ма, бар ма? Иә, тартылады. Бұндай кәсіпкерлер 2 аптаға мына QR кодын деактивация жасайды. Бұндай мониторинг топтар бар ма, тексеріп жүретін? Акиматтың қасында мониторинг топтар, бұрынғы болған мониторинг топтар жұмыс істейді қазіргі уақытта. Олар қазіргі уақытта мына министрліктен және де бізден ашық қосымшасын пайдалану туралы, жиілігі туралы ақпарат алады. Енді білесіздер ғой, бұна үлкен, жаңағы әріптесім айтқандай, үлкен ресторанның ішінде 100 адамға орын болса, бірақ ашық қосымшасын 3-4 рет қана қолданатын болса, ол көрініп тұрады. Мысалы, да, министрлікте. Енді осындай кәсіпкерлер туралы мониторинг топқа ақпарат жіберіледі, олар барып артынан тексереді. Бұл кісінің заңды түрде бұл ашық қосымшасын пайдаланып, преференциялады ғой бұлар. 2-ге дейін жұмыс істейді, соның қандай заңды түрде жұмыс істеп жатыр ма, не бұзып жатыр ма деген сондай анықтама тексеру жүргізеді. 2 аптаға, ең басында 1 рет анықтағанда 2 аптаға, 2-ші рет түсетін болса 2 аптаға дейін бұл QR кодты артқа қайтарады. Хабарымыз жалғастырайық. Пікірлерді қарап отырсаңыздар, әлі де естіп білмей жатқандар көп. Яғни көптеген кәсіпкерлік нысандар әлі де орната қоймады деген сөз ғой. Қысқасы айтқанда. Еніп жатыр ма? Және ең қызығы, бұл бірінші кезекте кәсіпкерлер үшін жасалды, Иә. Ана кәсіпкерін жандандырыңдар, онсында 1 жыл жауып жаттыңдар ғой, міне мүмкіндік деп. Бірақ кәсіпкерлердің арасында да қарсы шығып жатқандар бар, 2 түрлі пікір. Бұл неден туындайды сонда? Енді оны бұлай түсіну керек. Кәсіпкер енді бізде ол белсенді кәсіпкерлер болады, жалқау кәсіпкерлер болады. Түсінеді? Адам сияқты. Сонда енді ешкім өзгергісі келмейтін бұрынғы жағдайда істей бергім келіп тұр деген ұсынысы бар кәсіпкерлер енді оларда қарсы шығу мүмкін. Бірақ олардың саны қазір азайып жатыр. Өйткені қасыңдағы ресторан 2-ге дейін жұмыс істеп жатыр, сен 10-ға дейін жұмыс істеп жатсаң, жай ғана тіркеліп, QR кодты алып, ондай бір күннің ішінде жасалатын затты жасамаған адам енді жалқау деп қалай айтпайсыз да? Енді көріп жатыр ғой айырмашылығын. Ондай адамдар енді қазір қарсы болған, басында қарсы болған адамдар қазіргі уақытта өзінің өзгертіп жатыр нелерін, ұсыныстарын. Қазір мен Бақытгүл ханым жаңа сөзін бөліп жіберіп едім үзілістің алдында. Сізден бастаймыз деп едік. Айтыңыз. Жалпы мен қояйын деген, мысалға мына кісілер айтып жатыр, ашық жобасы кәсіпкерлерге арналған деп жатыр, жаңа бизнесін дамыту мақсатында, сосын сақтық мақсатында дейді. Сонда мына халықтың қаншалықты құқын шектеуге, осы жағынан қалай? Мысалы, халықтың құқы шектеліп жатыр ғой көп жерде, енді осы орын алатын болса. Осыға қандай? Сұрағыңызға рахмет.
Бұл жағынан енді айтатын ең бастысы, ашық қосымшасының ең басты мақсаты бұл кәсіпкерлерді жандандыру емес. Ең бастысы бұл денсаулық министрлігіне көмек ретінде бұл қалай айтына тағы да бір қауіпсіздік қамтамасыз етудің тағы да бір әдісі болып саналады. Көрдіңіз ба? Бірақ бұл министрліктің, денсаулық сақтау министрлігінің ойлап тапқан өзінің әдісі емес, бұл неден бизнестен келген әдіс болып саналады. Бизнес өзі ойлап тауып, осындай пікір білдірген, осыны қолданып көрейік. Біз екі қоянды атамыз дейді ғой. Ең бастысы біз өзіміздің клиенттерімізге қауіпсіз жағдай жасаймыз. Екіншісі біз шектеулерді босатыңыз деп жасалған пікір ең бастысы. Құқықтарына келетін болсақ, бізде Конституцияда жазылған ешқандай шектеу болмау керек деп, бірақ заң түрінде шектеу жасауға болады деп жазылған Конституцияда. Біз мына өзіміздің жүріп тұру еркіндігі бас дәрігеріміздің, санитарлық бас дәрігеріміздің қаулысы, мына денсаулығы кодексінің ішінде жазылып тұр. Қаулы, санитарлық дәрігердің қаулысы бұл заң ретінде саналады, және де бұзуға тыйым салынады деп. Енді ол қалай, сонда біздің бас дәрігеріміз айтып тұрса, мына шектеулерді мен тек қана ашық қосымшасы арқылы жұмыс істесеңіздер ғана шешем десе, бұл заң енемей қалай болады? Енді әлеуметтік желіге қарап болсақ, соңғы аптадағы дау неден шығып жатыр? Енді біреу куәлігін үйіне ұмытып кетеді. Қазір көп жерлерге де ашық орнатты ғой. Енді жеке сәйкестік нөмірін жатқа білмеуі мүмкін. Енді біреу орнатпаған, енді біреу телефонына тіпті орнатқысы келмейді деген сияқты. Әрқайсысы тексерген соң топ-топына кезек қалыптасады. Енді кезек бар жерде білесіздер, дау-дамай басталады. Одан кейін кәсіпкерлер наразылық білдіріп жатыр. Осылай біздің тұтынушыларымыз кетіп қалып жатыр, саны азайып жатыр деген сияқты. Мінекей. Оның үстінде тағы бір проблема бар. Жаңа тұрғындардың біреу айтып жатыр ғой. Дер кезінде кейде ашылмай қалады, қатып қалады. Жаңа жеке сәйкестік нөмірін жазамыз, бірақ дер кезінде SMS келмейді деген сияқты. Осындай бір олқылықтар көп дейді жүйенің ішінде. Былай қарасақ, мемлекеттік жоба ғой енді үлкен. Иә. Осындай бір кемшіліктер көп. Жаңармайды дейді, тұрып қалады, қатып қалады деген сияқты. Енді ондай нәрселер болып тұрады. Біз оларды автоматты түрде көреміз да, тез арада жаңағыдай жөндеп, қайтып орнына келтіреміз. Оның себебі неде? Мысалы, көріп жатсыздар, күннен күнге адамдар кәсіпкерлер саны көбейіп жатыр. Осы жобаға кіріп жатыр. Сондықтан да басында енді осындай мәселелер болды. Кейбір жерде SMS келмей қалды, жаңағыдай. Бірақтан әлі де жазып жатқандар бар ғой. Әлі де екі министрліктің бірлескен жобасы былай қарасаңыз. Сіз ашыққа қарамағанда мына үлкен өзіміздің WhatsApp, Facebook, Instagram деген енді реклама ретінде емес, және де Яндекс деген үлкен олардың да нелер болады ғой, түсу емес жағдайлары нетіп қалатын, тұрып қалатын, жұмыс істемей қалатын жағдайлар болады. Енді бұл цифрлық... Қараңыздаршы, сөзіңіз бөлгім кешірім сұраймын. Қазір Play Market арқылы көшіріп аласың ғой, қосымшадан елдер пікірін сын жазып жатыр. 1-5-ке дейін бағалы көрсеткіш, барлығы бірді басады. Бұл жерде мен жауап берейінші. Осы біз басында ашық жобасын енгізген кезде, барлығы орысша жазып берді, оқымай қойын. Басында біз осы жобаны енгізген кезде көп деген группалар ашылды. Ойбай, кіріндерде осындай ответ жазыңдар. Біз осы азаматтарға түсіндіріп үлгермедік те, жоба не үшін істелінген, ашық не үшін керек, соның бәрін біз жаңағыда айтып үлгермедік. Уже жаңағыдай осылай Play Market пен App Store-ға кіріп, осындай минус дегендер қойып жатыр. Қазір енді түсіндіріп, халық көріп, жаңағыдай осындай статистиканы көрген кезде, қазіргі мысалы жүктеп жатқан кісілер уже дұрыс оценка беріп жатыр. Мысалы, сіз айтып жатырсыз ғой, қасымда адам отырды, жөтелді, мен қорықтым. Ал егер де сіз мысалы бұл кісілер ауырмады деген сондай бір жоба арқылы жаңағыдай бұл әрине 100% емес, бірақ сонда да сізге 80% сондай сенімдік берсе, өзіңізді кішкене еркін сезінбейсіз ба? Соны түсіну керек қой. Және менде өткен апта Алматыға ұштым әуежайдан. Бұрын кездесіп бір кезекті көрдім. Ашық мобильдік қосымшасын орнатыпты. Сол арқылы кіргізіп жатыр. Сол жаңа статистикасын өзіңіз айтып өттіңіз ғой. Соңғы 7 күнде міне сары статусы бар 36 жолаушы, қызыл статусы бар 39 жолаушы анықталған. Бұл қосымша болмаса ұшақта солар мен қасымда тұрар ма еді? Деген сұрақ. Енді жарайды. Қызыл статус анықталды. Ол алдынан билетін сатып алып қойған, ұша алмайды. Билеттің бағасы қайтеді ол? Қайтарыла ма, қайтарылмай ма? Қазіргі уақытта осы біз енді апта сайын аптасына бірнеше рет барлық
қалай министрліктің және де аэропорттың авиа компанияларымен жиналыста отырамыз ғой. Ең бастысы қазіргі уақытта естіген ақпаратым мен кімнен авиакомпаниялардан қызыл мәртебесі болатын болса, адамға толықтай билеттің бағасы қайтарылады. Ал сары болса, сары мәртебе болса, броньды басқа күнге қойға болатын құқықтар болады. Күн ауыстырылады. Бірақ енді қазіргі уақытта кешіресіз, өзіміз білеміз да, біз ашық.kz сайты арқылы өзіңіздің мәртебеңізді үйде тексеруге болады. Алдын ала тексеріп алдыңыз ғой, билет алмастан бұрын. Билет алардың бұрын алдын ала тексеріп алыңыз. Қазіргі уақытта 20 мың адам оны өзі көріп, 455 адам сонда қызыл мәртебені өз-өзіне анықтаған екен. Осы біздің сайт арқылы. Тексереміз. Мысалы, мен вакцина алғам жоқ, ПЦР тапсырғам жоқ, бірақ мен ұштым. Не істейін? Қалай тексерем? Бірақ жаңегіңізде көк жанып тұр. Болды, сіз көк жанса ұша бересіз. Оқыс мен ауыр қасам қайтем, мысалы. Оны білмейміз енді. Белгілі проблема ғой енді. Мана көп сұрақтың арасында бір көкекесті бір нені ұмытып кеттік. Менің жеке мәліметтерім қайда кетіп жатқан бір құдай біледі деп айтты. Қазақстан Республикасында жеке мәліметтерді қорғау туралы заң бар. Заңдардың қайшылығы. Тікелей жазылған. Бұл заңның қабылдау негізі адамдардың жеке ақпараттарын қорғауға бағытталған. Ал манағы таралып кеткен мәліметтердің жауапты біреу бар ма осы бізде? Жеке мәліметтерді беріп жатыр. Ертең сол мәліметтерді базадан алып біреу несие рәсімдеп жіберуге кепілі бар ма, жоқ па? Соны айтып кетсеңіз. Әріптесім сұрақ айтты. Жауап айтты. Жауап бере салайын. Ол енді қоғамнан сұрақ болады. Өте дұрыс. Ол біздің министрлік жауап береді. Себебі біз осы жобаны өзімізге алдық. Толығымен біздің серверлерде тұр. Сіздің ақпарат, жаңағы ЖСН ақпараттары, удостоверение личностьтің ақпараттары ешқайда кетпейді. Тек қана біздің осы ұлттық ақпараттық технологиялар ұлттық операторында тұрады. Біз білеміз, ұлттық банк серверіне, ЦРУ, ФБР-ға шабуылдар болған хакерлік. Бұл жерде мен айтқандай ашық жобасы жаңағыдай өзінде ақпарат сақтамайды. Сіз мысалы сканерлеген кезде моментті түрде денсаулық сақтау министрлігіне барады да сұрайды, ауырып жатыр ма, жоқ па, болды. Ответ келеді, көрсет. Секунд ішінде жауап келеді. Сондықтан да ешқандай қорқпау керек. Бұл жерде ешқандай ақпарат сақталмайды. Тек қана сұрайды. Каспийдің өзіне алатын болсақ, сіз енді өзіңіздің штрафыңызды тексеретін болсаңыз, иініңізді енгізесіз ғой енді. Енді ол дәл сондай ғой. Каспий ол бірақ бізде банк жеке меншік банк. Мысалы, алғысы келсе сол жерден сізден кредит алып береді сізге керек болатын. Халықтың тарапынан болатын, келіп жатқан комментарийлерді айтып отырмын да жеткізіп. Енді ол білмегендіктен ғой, көбісі білмегендіктен. Мысалы, мен кинотеатрға барып, кино көруге бардым. Осы продолжениемен иінімді тергіздім. Оны білмейсіз ғой, міне жерде тұрған адам ертең менің иінімді сақтап алып қойып, менің данныйымды сақтап алып қойып, ол ары қарай жұмыс жасау мүмкін деген бар ма, мысалы? Ол сақталмайды. Сақталмайды. Ол сақтамайды. Ана жазған адам сақтап алу мүмкін ғой. Ол жаңағы адам сіздің артыңызда қанша кісілер тұр, ол үлгермейді олай істеуге. Ояқта поток жүріп жатыр. Жалғыз иін жаңа сайты осы ғой, жеке сәйкесіндіру нөмір арқылы қандай да бір операция орындау мүмкін бе? Мүмкін. Қазір өте көп. Мүлікті ауыстырып жүру мүмкін. Сен енді бәрі бұл камера арқылы тұрыңды көрсету керек. Басқа банктерде несие алмадым деп жазып жатқан жоқ па халық? Менің атыма келіп тұр айып деп. Жоқ, білеміз ғой, біз иін арқылы, жай ғана иін арқылы сіздің басыңыздан ешкім несие алу мүмкін емес. Ол сізге банкке баруыңыз керек. Не цифрлық қана онлайн банктер болса, оған сіз өзіңіздің қалай фотоға суретке түсуіңіз керек. Куәлігіңізді ұстап тұрып бірге. Ондай онлайн шетелдің нелері бар, банктер несие беретін. Бірақ бізде онда Қазақстанда әлі естіген жоқпын, бізде бар деп. Қазақстанда сіздің иініңіз арқылы ешкім несие ала алмайды деп соған қорықпаңыз. Немесе банк қызметкері араласқан, ондай жағдай болады. Енді күдіктенетін болсақ, дегенмен фантазия арта береді ғой, білесіздер ғой. Жаңа енді әуежайда айтып жатырмыз, вокзалдарына соңғы апталарда ашық мобильдік қосымшасын енгізіп жатыр. Бұнда түсінбей жатқандары бар. Жаңа шығарып салушылардың өзін ары өткізбей жатыр ғой қазір. Мен әріптестерім осы вокзалдардың біріне барып көрген еді. Не түсір алды, көрейікші. Құжатты қарсы алып, және маған қайттан бері жері керек. Қай қойсыз бе?
Алматыдан Петропавл. Бірінші жылға қалады сіз қоротан ашамыз. Ал ашық қосымшасымен көруге болмайды ма? Жоқ. Дәл қазір мен пойыздың келгенін күтіп тұрмын. Және содан кейін мына жердегі мына темір есіктер ашылатын болады. Мына жерде шығарып салушылар да бар. Үлкен жүк сөмкелерімен тұр. Открывай ворота, что ты. Ну, 2 часа, 3 часа стоит. Кіргізіп жатсыңдар ма не? Не біз вокзалдың пойыз келетін бетіне кірдік. Барлығы емін еркін кіріп жүр. Сумка алып шыға қоям. Вокзалдың ішіне кіргізбегенмен пойыздың ішіне кіру оңай болды. Ішкі беттен шығып барамын. Көріңіздер, қазір қаулыда жазылған, егер кез келген өңір қызыл аймаққа енетін болса, жолаушылардың кіріп шығуына тыйым жоқ, міндетті түрде ашық мобильдік қосымшасы енгізілу керек деп. Білем, Нұр-Сұлтандағы вокзал таныған шығарсыздар, суреттен әріптесім. Вокзалдың өзінен кіргізбесе, екі жақтағы есіктер ашық жатыр. Емін еркін кіріп шыға бересің. Енді бұлай қарасақ, бұл заң бұзушылық қой. Рұқсат болса, мен айтып кетсем, әуежайға да кіргізбейтін. Осы тек билетіңіз болса ғана кіргізетін. Содан соң біз осы ашық жобасын енгізген кезде бірінші күні бәріміз сурет көрген шығармыз. Андай очередь үлкен, адамдардың бәрі тұр. Не үшін тұр деп. Сол кезде әріптесім бәріміз, бастықтарымыз бәріміз соқта жүрдік. Не себеп болып жатыр? Сөйтіп қарасақ, ұшып кетіп баратқан адамдар сол 20-30% көбісі келіп күтіп алғысы келеді, немесе шығарып салғысы келеді. Сол кісілер тұр. Далада жаңбыр, ешкім далада тұрғысы келіп тұрған жоқ. Сол себептен жаңа үлкен очередь болады. Сол күні біз тез жүгіріп барып, жаңағы денсаулық сақтау министрлігіне жазып, ашық жобасын қойдық қой. Шығарып салып атқан адамдар, кетіп баратқан жаңа күтіп алып атқан адамдарды кіргізейік. Сол кезде андай очередтер болмайды деп. Ашық арқылы тексеріп? Ашық арқылы тексеріп жақсы, әуежайда көрдім мен. Ал енді вокзалды көрдіңіз, бұл жерде ашықта да жоқ. Бізде ашық. Өздері айтып отыр, ашығың жоқ бізде дейді. Енді біз әуежайды көрдік. Ешқандай очередь жоқ. Енді біз осындай ұсыныспен шығып жатыр. Вокзалдарда да қойық. Ашық жобасын қойық толығымен, және азаматтар емін еркін кіріп, шығарып салсын, немесе күтіп алсын. Дұрыс айтып жатыр ғой, мысалы үлкен жүктермен апаларымыз бар, мысалы әжелеріміз бар. Сол кісілер емін еркін шығарып салайық. Сондай ұсыныспен шығып жатырық біз. Құдай қаласа жақын арада осындай шешім қабылданады деп сенеміз. Мақсат мырза, тағы да толықтырып кетейін айтайын деген, осы бас дәрігеріміздің ақырғы қаулысы арқылы қазіргі уақытта бізде Астана мен Алматыда және басқа өңірлерде выставкалар өткізуге мүмкіншілік бар да. Және де театрлар ашылды бізде, көрдіңіздер ғой. Нелер спорттық нелер өткізіліп жатыр, ойындар өткізіліп жатыр. Мына осы жақында Астана қаласында 3000 адамға футбол өткізілді Астана мен Жетісу командасының арқылы. Сол енді барып процестердің, бизнестік процестердің бәрін қадағалау арқылы адамдардың келуін, шығуын жөндеп енді қойғанда, сол 1 сағаттың ішінде барлығы емін еркін өтіп, бәрін ашық арқылы тексеріп, жақсы болды жағдай. Жақсы. Батқұй ханым, енді біреулер айтып жатырды, енді бір емес, вакцинаның 2 бірдей компаниятын тапсырдық. Бізде неге жасыл жанбайды деп. Вакцина алған адам қайдадан коронавируспен ауырмайды деген сөз емес қой? Ондай емес, әрине. Дәл сол сұрақты айтайын деп едім. Біріншіден, мен 2 рет вакцина алдым, менікі жасыл жол деп жер көкте жүре беруге болмайды. Өйткені вакцинаның көрсеткішімен, вакцина алғанның көрсеткішімен халықтың эпидемиологиялық ахуалын білуге болмайды. Олай дұрыс емес ол. Өйткені мына аурудың таралуын, аурудың көлеміне байланысты ғана халықтың ахуалын қарау керек. Сондықтан қазіргі кезде өте көп ауру бар ма? Бір күннің ішінде 2000-нан астам, яғни онда осындай ауру болып жатыр, значит ауру көп тарап жатыр, значит не алған адамдардың өздері де үйде отырып көбінесе көп шықпаудың жағдайын қарау керек. Сондықтан ПТР алдым 3 күннің ішінде, мен қайда жүрсем де сонда жасыл шығу керек деп, оны да үйтіп есептеп қажеті жоқ. Өйткені бүкіл әлемде осындай ахуал жағдай болып жатыр. Тем более қазір қаншама штамдар шығып жатыр. Ол қазір мынандай аурумен ауырмаса, басқа индиялық штамдар қандай ауру болып жатыр қазіргі,
оңтүстік Африка штамдары бар, Британ штамдары бар, олардың барлығы мына неден коронавирустан одан арман ауырды. Сондықтан айтайын дегенім, мына вакцинаны 2 рет алдым деп. Жалпы халықтың бір 50-60-70% алып, ожылдық иммунитет қалыптасқанда құтыламыз онадан? 50-60% алса, енді солай айтуға болады. Коллективті иммунитет бар деп, соның өзінде де сақтану керек. Ол кезде керек болмай қала ма ашық қосымшасы? Жоқ, енді ашықты дұрыс қой. Ол уақыт көрсете ма? Жоқ, ашықты қазір көбінесе құқықтық мәселесін көбірек айтып жатыр. Негізінде бұның барлығы өзі мына эпидемиологиялық ахуалға байланысты жасалып жатқан жағдай ғой. Сондықтан эпидемиология бойынша мына вакцина алғандар да, ПТР алғандардың барлығы сақтанып жүру керек. Көп жүре беріп, менікі жасыл екен деп. Уақытымыз тәмәндалып қалды. Енді дегенмен жүріс-тұрысты шектейтін ашық қосымшасы белгілі бір деңгейде вирустың да таралуын шектейді деп жатыр. Енді көңілге ұнайтын, ұнамайтын тұстар көп шығар. Бірақ енді онсыз да экономикамыз ушығып тұрған сәтте кәсіпкерлердің кәсібін жандандыратын жалғыз амал әзірге осы ашық болып тұр. Сақтану. Сақтанып жүрейік. Ашық алаңда жүздескенше. Аман сау болыңыздар.